Каналыма қош келдіңіздер ханымдар. Бүгін сіздерге екі ғана затпен, яғни үйде бар заттармен 7 күнде теріңізді әп-әдемі қалыпқа келтіру мүмкіндігін көрсететін боламын. Ол тұзды сумен бетті жуу. Бұл бұрыннан келе жатқан әдіс, өз парақшамда болғаны қаладым және қандай пайдасы бар екенін айтып өтейін. Тұзды сумен бетті жуу оның токсиндер мен майларының кетуінен, поралардың кішіреюіне әсер етіп, бетті жылтыратып, бір тегіс жұмсақ әрі ағартады. Осындай әдісті қолдану арқылы 7 күнде теріңізді жақсы қалыпқа келтіріп алуға болады, бірақ оны дұрыс қолдану керек. Ол үшін бізге 500 мг-дай қайнаған және суыған бөлме температурасындағы су қажет болады. Оған 1 шай қасық, одан көп емес, 1 шай қасық теңіз тұзын қосамыз. Егер теңіз тұзы жоқ болатын болса, кәдімгі тұз қоссаңыздар болады, бірақ оның өте ұсақ болғанына мән беріңіздер, ірі-ірі болмасын. Жақсылап араластырып, бетімізді жуып, 10 минуттай кептірмей күтеміз. Яғни ешқандай сүртпейміз, бетімізде 10 минуттай тұру керек. Одан кейін кәдімгі сумен жуып шайып тастаймыз. Егер бетіңіз құрғақтыққа жақын болатын болса, бетіңізді жуып шайып тастағаннан кейін ылғалдандырушы крем жағып қоясыздар. Осы әдісті күнде азанда 7 күн бойы қайталаймыз. Одан көп қайталауға болмайды. 7 күннен кейін тоқтатамыз. Тағы да қайталайтын десеңіздер, 1 айдан кейін тағы 7 күн жасап қайталауға болады. Нәтижесі көп күттірмейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қызым сізбен бірге видео түсіргеннен кейін осы видеоға қызымды қосқан едім. Ханымдар, сіздер қолдау ретінде лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, қуанып қаласыз.